Assalamualaikum hürmetli görürmender. Hallarınız kalay. Bizde var Xudayga şükür aman esen. Bugün fazendadamız daha bir video. Buzağlarda suvardık. Karınları olsay kamp edip çıkıp durabız. Çöplerini saldık. Şöp jebadır. Avuldan oslay 3-4 pres 5-6 pres vakit koyamız. Bitken кезде daha akil koyamız. Endi bir 20-30 şaqt saban var. Sonuna akep o siyaka akep sögörük buzağlarga. Eşek durun. Koy bak geldi çöğün jeptir. Tavuklar. Ötkede jamırdan keyin aman esen ber. Balapanda jür. Osылay күн ысып тұр, қазір бір 40 градустай бар ау. Қазір сағат 2 болып қалды. Тауықтардың бәрі осы жатыр. Қоразымыз осы, бізде үлкен қораз. Осы ыстыққа шыдай алмай көлеңкеде жүр бұларда. Ешкілер де жатыр көлеңкеде үй жақта. Küçük жатыр. Tekeler, қойда жүрген текелер осы қара. Жақта құдық тұратын жер. Мотоцикл Suzuki. Осылай бұғанда 3-4 жыл болды. 3 жыл болды бұғанда. Осындай аяқта мотор тұр. Мына жақта шашылып жатыр bu yoq. Сарай керек емес аттың осы жақта. Мына жақта жемдер, мына тартылған арпа. Мына тартылмаған. Мына құдық осы бізде 200 метр тереңдікте. Уже 25-30 метрден кейін бірақ су шығып тұр. Тереңдігі 200 метр аздығы. Қазған кезде қалған арықтарсын. Осы бәрі ешкілердің бәрі үй жақта көлеңкеде. Шпалдар. Алдында бұзауларға деп соққан қора әлі біткен жоқпын. Соғып атқан жоқпыз. Қалды осылай. Тауықтар жатыр көлеңкелеп. Осын тауықтар өсіп болды. Жаңбырдан аман есен болды. Кішкентай кезінде кететіндер кеттен қалған осы. Оған Құдайға шүкір. Қоразы көбі, арасында бастары қызарып бәрі. Осылай өсіп қалды. Сиырның арасында біреу арып қойған. Үйдің қасында жүреді. Өріске шықса шығады, шықпаса ол жақта жүре береді. Ешкілердің бәрі жан жақта жатыр. Қойлар құдықтың басында. Қой жақты сүрейін. Мынау тауықта ыстыққа шыдай алмай жаңа су ішуге кетіп еді. Жүгіріп жатыр көлеңкеге. Ыстық деген 40 градустай ыстық. Оңай емес. Жаңалықтарда 45-ке дейін барады деп тұр, ондай болмайды. Бола ма? 40 градустың өзі осындай ыстық болып тұр. Күн сығалы бер қойларды жатыр ол жақта. Әпсе кетіп қалатын. Итте жатыр бәрі. Осылай міне бассейн суы. Мұздай болып тұр, толтырып қойдық. Су жіберіп алып. Шетіндер ішіп жата береді, осын толтырып қоямыз. Ағалары суы. Сиырлар анақта жүр. Бұқан бір ай бидай болып қалды ама алап бұқан жүргеніне. Көш қалғандарды ана жақтыға. Осы жақтан келген бір айдай болып қалды жүргеніне сиырда. Сол қойлар жатыр. Ар жақтында жылқы жүр.
Ол бізде айтатын жаңалық жоқ. Осылай. Құдай қаласа енді мынау еркек қозылардың бәрін бөлеміз. Уже уақыт жақындап қалды, бұлардың да бөлетін еркектер. Ауылға барамыз, ауылда тұрады. Көреміз оны бір мезгіл жайып келеміз, болмаса апарып бордақы тастайтын жеріміз. Еркек лақ бәрін табыр. Арасында былтырғы 3 қошқар бар. Оларды уже секіріп бастайын деп жүр, соларды бөлу керек. Еркек лақтарда бастап жатыр секіріп бір лақ. Соның бәрін бөлеміз. Бізде осылай қойлар мұздай су ішіп жатыр. Мына еркек қозылар осылай. Осындай бір видео бүгінгі. Оларды астыққа шыдаймай бастар салып осылай жатыр. Жантаққа жайылады. Азанда 5-тен аса шығады, сонымен 11-ге қарай келеді, 11-ден аса. Сонымен 2-3 сағат жатады да кетеді. Қазір 1 сағаттан кейін кетеді. Бұларда тұрып, қойлар көп жатпайды. Ар жақтағы қойлар 5-6 сағат жатса, біздікі 2-3 сағат жатады. Оған да үйрен, негізі жатпай кетіп қалатын, 1 сағат жатып. Қазір 2 сағат жатып жақсы болып қалды. Кешке дейін жайып келеді, мен кешке қамамаймыз. Кешке қамап жүрген жоқ, біз 1 айдан асып қалды. Тек ана қой құрттайтын кезде, дәрілерін салатын кезде, сондай кезде бір қамап санап жібереміз. Бұлай осы жақта жатады, шеңгел қордың қасында. Жайылатындар жайылады, түнімен жайылмайтындар жатады. Солын аяқта құйын келеді, бүгін желдетіп тұр. Осындай шаң болып құйын болыр. Мін құйын. Бәрін шандатып шашып бітті. Сол, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған ауыл тіршілігі арнасы. Сау болыңыздар.